o'tkazishgan, ikkalasida ham Real 4-1 hisobida g'alaba qozongan. O'shanda to'liq ustunlik madridliklar tomonida bo'lgan. Oradan vaqt o'tdi, hammasi o'zgardi. Real garchi oxirgi o'yinlarda yaxshi natijalar qayd etayotgan bo'lsa ham hali to'liq tiklanmadi. Hozir yaxshi imkoniyat, ofsayd yo'q. Neres. Xanzada qizim ne yeb o'tirsa? Shiqar qani mana dasturxonga. U joyni to'g'ri tanladi ko'proq. Hav, jeydimi? Жуылмаған ғой бұл таза емес. Кім берді саған бұны? Meni fikrimcha mana shu Бар, сабаң тayyorla. futbolchi Van de Beek bo'lsa kerak. Garchi e'tibor umuman boshqa o'yinchilarda bo'lsa ham. Joana. Qanday yaxshi. Har bitta dog'ni yaxshilab yuvaman. Hav, Xanzada qizim, еле отырсаң ба? Мен саған сабаң тayyorla dedim ғой. Өшір телевизорды. Бар, сабаң тayyorla. Көре берсін. Кинен ақ таярлайды ғой. Яқ, hozir tayyorlaydi. Айтқанларын орынла. Мұздай су ішпе қызым, яқшы ма? Yaxshi. Mamangning aytganlarini unutmama. Жанды қиған оңған емес, киіклерді атпа аңшы. Кең далаға береді сән, олар ұшын үстірт макан. Қайда барар оннан қусаң, киіклерді атпа аңшы. Міне балалар, біз киіклерге не қылуымыз керек екен? Қорғап, қастерлеп, абайлауымыз керек. Демек, бүгінгі темаға түсіндіңіз бе? Онда үйге тапсырма, ұсы қосықты ядлап келесіз. Xanzada, bugun bizning uyga jirsang, sаған bir zat ko'rsataman. Yo'q, men muallim aytgan qo'shiqni yodlashim kerak. Mamanga bizning uyda saboq tayyorladik deb aytasan. Jursa. Assana baylar. O'zi ne ko'rsatacaksan? Hozir ko'rasan. Vay, pishqpa. Pishqing moshnev. Pishqing moshnev. Shuni yerda sip-sipak qayoqdan olding? Ashapam tug'an kunimga sovg'a etdi. Atdikmi? Pishqding. Murka. O, Murka. Mening atim Xanzada. O, Murka. Ayşemal kızım, şayыңызды ішіп ала қойың. Xanzada, jur shay ishamiz. Bara ber, men birazdan baraman. Yaxshi, tezroq kel. Murka, sening mamang bormi? Ustingda shan qilma. To'proq uslama. Qo'lingni sabunlab yuvdingmi deymi? Mamalar o'zi sonday. Men sаған nan beraman.
Мурка, қанеки сендей пішігім болғанда. Бірақ мамам сақлауға рұқсат бермейді. Неге десем бе? Пішіққа аллергиясы барау. Болмаса мен қайтпасам болмайды. Мамам бақырады. Яқшы, Мурка. Яқшы, мен кеттім. Пішігіңа сәлем айт. Яқшы. Яқшы. Айжамалдың мощный пішігі барау. Қара пішік. Пуш, 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 пуш. Пуш, 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 пуш. Сенің үйің қай жерде? Сенің үйің бар ма? Ханзада, пішікті ұстама. Мамаң бақырады. Сап-сары пішік екен, е? Ауа. Ханзада, мамаң. Не қып жүрсің, қызым? Таслана қолыңда пішікті. Мама, пішік аш болып қалған үйге алып кірінсе? Хау, менің пішіққа аллергиян бар екенін жақтырмайтығымды білесен ғой. Тасла демен қолыңда пішікті. Тастамайман, бағаман. Уй. Кір қанеке ішке. Айбек, сенде үйіне бар. Мапуш. Ханзада, қызым, саған ауқат пісіріп едім. Ысылай ішіп алсаң ғой ауқатыңды. Хау, жанып тұрсам ғой, қызым. Қазір тоқтап тұр. Қане, қызым. Уалейкум ассалам, оқушылар. Бүгін класста Хамме толық па? Бүгін тек класста Данияр ва Ханзада жоқ. Ханзаданың анасы азанда қоңырау қылды. Ханзада ауырып қалған екен. Бүгін сабаққа келе алмайды.
Ассалаумағалейкум апа. Уалейкум ассалам. Оқудан кетірсің бе? Ава. Ханзада тәуірме? Шүкір жақсы, Ханзада елі емлеуханада. Әзір соның ізінен ауқат пісіріп барайын деп атыр едім. Мұғалім Ханзаданың үйге тапсырмасын қоңсысан ғой деп маған беріп жіберіп. Ау, маған бері ғой, өзім апарып берейін. Яқ, өзім кітаптан қарап көрсетпесем болмайды. Онда сен үйде отырып тұр. Мен әзір ауқатларын тайырлап алайын, кейін бірге барып келеміз, яқшы ма? Яқшы, қазір кітапларымды алып тез келемін. Яқшы балам, яқшы. Ханзада қызым, ауқатыңды жеп ал. Қане, Ханзада қызымды көріп қояйын. Қызымның іштейі жоқ, ауқат жемей қалды. Әзір бір тыңлап көрейін. Ханзада қызым, еш жерің ауырып атқан жоқ па? Яқ. Неге онда еш нәрсе жемей атырсаң? Жата ғой астен. Қолың шығарып жата ғой. Ханзада, хау. Вау. Миска. Сен мені көруге келдің ба? Миска. Қызыңыздың денсаулығы жақсы. Бұл рухи жақтан болуы мүмкін. Қызыңыздың оқулары қалай, жақсы ма? Бәрі жақсы. Әмме шариғатларды жаратып беріп қойыппан. Har күні өзім бақылап тұраман. Мектепте досларымен ұрысып, я өкпелесіп қалмады ма? Бала дегенің кеулі нәзік болады. Сәл нәрсеге өкпелеп қалады. Ауа жақында олмаған пішік сақлайман деп үйге пішік алып келіп еді. Мен оны сақламайсаң пішікқа аллергиян бар деп лақтырып жіберіп едім. Айне көрдіңіз бе? Бала кеулі нәзік болады. Сәл нәрсеге өкпелеп қалады. Айбек, пішікті өзің бақтың ба? Ауа. Қане маған бет тұр? Абайла қашып кетпесін. Ұста. Ұстаса?